Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін легендарный казах және де бүгін арбайттың екінші күні. Кеше жұмысқа шықтым, негізі. Бүгін арбайтпен тағы да жұмыс жасаймыз. Так, негізі жұмыс бүгін қанша деді? Бүгін жұмыс сағат 11-де еді ғой. 10:40-та болуымыз керек жұмыс орнында. Кенеттен звондап қалды да айтты. Жоқ, сағат 11-де емес, 10-да деп. Ойлап қалдым, біз немене? Сәтет. Самолетіміз бар, соншалық тез келетін. Сөйтіп барып, жарайды дедік, ерте баруға тырысу керек. Не дегенмен. Қазір сағат уже 10:30. Үлгермейміз әлі. Ол жерге жұмысқа барудың өзі где-то жарты сағат. Барудың өзі. Так что еще жиналу керек, бару керек дегендей ғой. Қазір жұмыс барысын көрсем, кеше істедім, кеше бір күн істеп кеттім. Бүгін екінші күн. Солай. Ендеше кет. Мәссаған, қанша метта? 8 метта жеттім ғой. Қанша тез жүрсен де бар. Ой, қайдан алатын бәрі қайда? Қарын деген ашық күтті ғой. Қайдасың? Алейкум сәлем. Давайте, сағат 10-да болу керек дейді ғой. Давай. Емарты Starbucks'ın алдында тұрмын ғой. Үйкініп тұр. Түнгі сағат 3:30-да ұйықтағансың. Опа, короче, менің қаламның қазіргі болып жатқан займалар ғой. Starbucks бар, ең басы, Емарт бар. Жұмыс орнықын қарын деген ашып күтті, ойлетін болды ғой. Не чегане? Ой, жабы екен ғой айдан кетті. 진짜 안 좋아. Saat 10'da aşağı diye mi buldu? Ya kızığı 10'da varған дейсің, саған. Адамнан қан ішіп шақырып алған дейсің. Қарын деген ашық тамақтан үлгерген жоқса, ұйқынан енді тұрды. Ладно, бір амал болар енді. Өтшейді, қан ішпей. Қарын деген өте ашық тұрды. Жұмып алып жеу келдік. Қарын деген жаман ашық. Бармайым үшін, жұмысқа бармасын, бармай қойын. Тамақ жейді. Қарын ашпа? Tamam gördünüz mü? Evet. Ne kadar bekliyoruz alemci gelin mi? Yok ne alayım? Саған zaten 10:30 енді болды, жұмысқа енді келдік. Жұмыс орны. Бүгін осы заводта істейміз. Мына жерге үлкен короче не келеді? Фура келеді. Фура ма? КамАЗ осындай келеді. 안녕하세요, 사장님. 잘 지냈어요? 안 나왔어요? 차 안 나왔어요? 뭐가 안 나와? 차. 차는 정리해 차를 받아. 알았어. 저것도 갖고 들어와야 돼. 예, 알았어요. 잠시만요. 저것도. 네. 저걸 짐처럼 끌려고 그랬더니 안 들어가요. 너 끌고 와야 돼. 저기 밀고 와야 돼. 예, 알겠습니다. 형 봤어? жұмыстан. Маска киіп алайын. Өйткені маска кию, перчатка кию, өйткені деген терлейсің, терлеген кезінде жаман ғой. Терлесең жаман, терлемесең жақсы. Есіне жүре бересің. Былай киесіздер. Бұлайынан. Осылай киесіздер, одан былай көтересіздер. Былай. Былай келе. Азап жау керек дейді. Таза дегенде орындарына қойып шығу керек ше жай ғана. Ал, басталды. Аяқ жерге тасталды деймін. Let's go everybody. Короче, астыдағы тұрған палеттерді, ана іште палетте тұр ғой.
суға тура осы көтереді үстіне. Менің жұмысым осы чакимен, не дейді, тоқырамен орындарына қойып шығарып. Болды, бастаймыз кеттік. Так, бүгінгі жұмыс мына коробкаларды алып, мына жерге мындай қылып жинау керек, короче, бар ғой. Короче, үстідегі жұмыс бітті. Қазір енді астына түстік, астына не үшін түстік? Астына контейнер келді. Сол контейнер түсіру үшін келдік қой. Жыннан дайын полетте келіп тұр ғой бәрі. Мұндай алып келіп тұр. Мына дайын ғой. Сашкінің көгесі болады ғой. Шашме? Жоқ ғой. Ома. Жалпы болған секілді. Енді қалғаны не қалды? Тағы біреу қалды. Контейнер келді, тағы бір. Сол контейнерді салып тастау керек, жинап тастау керек. Не дейді? Алмаппыз, аузыма түсті жатсыңдар ма? Қандай осындай зат болса жатқанымыз ғой. Аумин, аузың амай. Шашып көттік қой, телеп көттік қой. Мынау, короче, мынау палетпен сразу түсіріп тастайды. Мынау не? Ішінде ма? Матрас. Мынау ішінде, короче, болды. Мынау жеп-жеңіл нәрсе екен ғой. Ортасы тесік па, немен ананы? Короче, мыналар өте жеңіл екен. Болды ма? Мына үшін үшін бөлек, размер басқа ма? 왜 이렇게 빨라? 그러니까요. 일로 오다 치나요? 야, 씨. 원주에 Болды ма? Ана, размер қандай? 어, 쉽다. Бәрі бірдей ме не? Болды, салып бересің. 대신한 거 나갔는데 조금만 갔는데 Болды, солай. Өте қатты ыстық, шыны керек. Ыстық емес, влажность қайттым ғой Кореяда. Дымқыл, терлеп жүріп, баняда жүрген ощущение аласың. Ой. Менің жұмысым тек қана үстіне жүріп, осылай бәрін қойып жүру. Негізі оңай бар ғой, рахат. Ештеңе етпейді. Болды, біздерді обедте ештеңе жоқ. Бар оған 4 ақ курица. Осындай размер, осындай 4 штук алып келді. Ана жерде уже сатып бәрін.
суп и күріш. Болды, короче, күріш пен суп ішесіңдер ғой, не дегенім ба? 안 드렸구나. Нан еші шошқаны жеймін десең, жей салыңдар, мынау шошқаны ет ешкім жемейді. Өкінішке орай десең, иә? Негіз бір жағынан күлкім келеді, иә? Жұмысқа өзі бар 10 жарымда келдік па? 10 жарымда келдік. 2 сағат жұмыс істедік. Обед дедік, обед іштік, еще жарты сағат демалып алыңдар дейді. Не деген рахат өмір десеш. Шіркін ғой. Жатып дейді олайшы. Түнде кешіп тұрғандікі. Кішкене андай шұстыр болсаңдаршы. Шын ғой. Не істейсің? Деп. Жұмыс осы ғана. Мына палеттерден мені осылай жерге жинау керек. Бәрін жинау керек болды ғой. Короче, жұмыс ондай көп емес. Ей, кет! Анан септандар. Анан түсіріп тайық бәрін жерге болды сонымен. Осы ғана септандар. Бүгін тағы осыған бір контейнер керек, сонымен жұмыс бітеді походу. Мынаның бәрін бұтыр-бұтыр түсіріп тау керек. 5,5 дейін ғой енді. Жұмыстың біразын бітіріп тадық уже. Мынаның бәрі бітті деп айтса болады. Мынаның бәрін уже бітіріп жатса, 3-4 ақ палет қана қалды. Асықпаймыз. Асыққа болмайды. Корейлінде жалпы ешкім ешқайда асықпайды. Осылай істедім, солай істеу керек болды. Ең мықты жұмыскерлеріміз десеші. Бітіріп тастағансың ғой. Мынау ғана қалды, соңғы палет. Мына коробка бәрін бітіріп тастаған. Не деген әдемі жинап тастағансыңдар? Не деген жинау мынау. Не деген мықты жинау десеңдерші. Қазақстанда осы жинамаушы едіңдер ғой конкретно. Өтірік істеп кетсеңдер ғой. Қазақстанда ондай ақша төлемейді деп ғой, дұрыс қой. Жүре брат. Бітті, соңғы саны қалды. Бізде сағат 4-тен 7 минут кетті. Жұмыстың бәрін бітіріп тастадық қой, мынаның бәрін бітіріп тастадық. Мынаны да бітіріп тастадық. Ана астын бәрін тазалап тастадық. Бір-екі кішкене майда-шүйде жұмыс қалды. Короче, мынау соңғы жұмыс. Соңғы контейнер осыны кетеді. 1 сағат асықпай түсіріңдер, жігіттер. Короче, жұмыс бітті. Үйге қайтып жатырық. 5-тен 33 кетті. Мына пысықтаршы айта алмайым ғой, мына матрас алған ғой. Машинаға салған ғой, шеше. Таста кетіп батыр, тастамаңдар дедім, есесін тастап, е? Алған, сұрап алған бір зат, ұрлап алған емес. Тем более ғой. Ұрлап бартсан екен, тастап көтек болады. Қой, қайтты болды үйге. Қарны ашып кетті.